Сәлем достар, барлықтарыңызға. Мен Бұлбұл Ізтілеу 2 жылдық тәжірибесі бар таргетолог. Өз каналымда таргетке қатысты құнды ақпараттарды тегін бөлісетін боламын. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгін сіздерге айтылатын ақпарат: клиент алу үшін таргетолог нені білуі керек. Көбісі таргетті игергеннен кейін клиент таба алмайды. Алдыңғы видеоларда мен алғашқы клиент табудың жолдарын түсіндіріп өткен болатынмын. Егер сол жолдарды қолдансаңыздар, сіздер міндетті түрде клиентті табатын боласыздар. Ал енді біз клиентті тапқаннан кейін оны алу үшін нені білуіміз керек, таргетолог қандай этаптарды білу қажет, бүгінгі видеода сіздерге сол жайлы айтқым келіп отыр. Ең бірінші, бізде таргет клиенттің Facebook парақшасынан шығады. Сіз клиентпен келісімге отырдыңыз, келістіңіздер, содан кейін білуіміз қажет нәрсе бұл клиенттің Facebook'ынан таргетті шығаратынымыз. Келесі, Facebook'та бюджет бөлек болады, және сіздің алатын ақыңыз екі түрлі болады. Бұл яғни Facebook бізде таргетті 24 сағат ішінде көрсеткені үшін бюджет алады, ол белгілі бір доллармен есептелінеді. Оны клиент қояды, яғни клиенттің картасынан алынып отырады. Ол 5 доллар, 10 доллар, 15 доллар, оны клиент өз шешетін болады. Ал сіздің қызмет ақыңыз бөлек. Яғни сіз конкуренттерді зерттейсіз, анализ жасайсыз, клиент аватарын құрасыз, бриф жібересіз, конкуренттерді қарайсыз, креатив дайындайсыз. Осы жасаған жұмыстардың барлығы үшін сіз өз услугаңызды алатын боласыз. Алдағы таңда таргетологтардың қызметіне қанша алатыны жөнінде тағы да сіздерге видео ақпарат бөлісетін боламын. Келесі бізде жарнамаға жұмсалған ақша клиенттің картасынан шешіліп отыратын болады. Менің өз тәжірибемде көп кездесті, клиенттер өз карточкасын бергілер келмейді. Шындығына келгенде біз шынымен жұмыс жасаған кезде Facebook клиенттің карточкасынан ақшаны алып отырады. Менің шәкірттерім арасында да көп кездесті, клиент карточкасын бермей өздеріне аудардып жұмыс жасаған. Бұл негізінен сіз үшін де, клиент үшін де тиімсіз. Сол себептен де клиенттің өзінің картасын тіркеп қою қажет. Бұл жерде бізге клиенттің бүткіл карточкасының данные керек. Алдындағы аты жөні, айы, жылы, және де артында 3 сан көрсетіледі, соның барлығы қажет болады. Міндетті түрде соны клиенттен аласыз, одан кейін барып Facebook'қа тіркейтін боласыз. Яғни бұл біздің рекламамызды, таргетімізді 24 сағат Facebook көрсеткені үшін белгілі бір доллармен ақша алып отырады. Ол клиенттің картасынан шешіледі. Ол мүмкін сіз бір күнге 10 доллар я 5 доллар қойсаңыз, клиент оны жинап, таргет Facebook оны жинап алуы мүмкін 10 доллар, 2 күндікін 20 доллар қып, я болмаса бөліп алуы да мүмкін. 2 доллардан бастап, 3 доллардан бастап әр бюджет ақысын бөліп алуы мүмкін. Оны Facebook өзі шешетін болады. Одан кейін төлем алмай жұмысты бастамауымыз қажет. Таргетологтар енді клиент алған уақытта, өз-өзіне сенімсіз кезде, қорқатын уақытта, бірінші бүткіл қызметті атқарып, креативтің барлығын дайындап, содан кейін барып төлем сұрап жатады. Бұл негізінен дұрыс емес. Ең алдымен өз ақыңызды алып аласыз, содан кейін барып жасайтын өзінің таргетологтың жұмыс этаптарын бастап жасайтын боласыз. Одан кейін, егер сіз таргетолог қана болмай, соған қоса SMM маманы болатын болсаңыз, копирайтинг саласын оқыған болсаңыз, я болмаса мобилография саласын оқыған болсаңыз, қай саланы игерсеңіз де қосымша қызметтерді міндетті түрде клиентке ұсынып отырыңыз. Бонус ретінде, я болмаса өз ақыңызды ұсынсаңыз болады. Мысалы, таргетолог болып SMM саласын бірге жүргізетін мамандар да бар. Сіз таргет саласына ақыңызды аласыз, және SMM саласы. SMM мамандар не қызмет атқарады? Ол клиенттің парақшасын реттеп береді. Оның стористерін, посттарын салып, контент планын құрып, рилстарын салып, күнделікті стористерін жүргізіп отырады. Бұл бізде SMM маманы деп. Яғни сіз өзіңіздің қосымша қызметтеріңізді клиентке ұсынып отырыңыз. Бұл бонус ретінде болсын, өз ақыңызды алсаңыз да міндетті түрде, яғни клиент деп SMM маман жалдап таргетологқа бөлек ақы төлегеннен бір адаммен жұмыс жасаған ол жандарға да ыңғайлы болады. Сол себептен де сіз таргет саласын игерсеңіз, осы дүниелерді міндетті түрде білуіңіз қажет. Сіздер үшін бүгінгі видео пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.